Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен кешкі асқа саңырауқұлақтан дімлама жасаймыз. Рецептіңізге лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Жұмысымызды сазыланған заттарды турадан бастаймыз. Жуаны жұқалап турап алып, етті де орташа үлкендікте турап аламыз. Негізі ет қоспасаңыздар да дәмді шығады. Менде кішкене ет бар екен, қосып жібердім. Балғын қызанақты да майдалап турап шығамыз. Ал картопты үлкен кішкентайлығына қарай 4-ке немесе 6-ға бөліп шығамыз. Бұл тағамды сіздер аяқ асты қонақ келіп қалғанда да жасасаңыздар дастархан көркін ашады, дәмі де әдемі болып шығады. Сарымсағымызды да майдалап турап аламыз. Саңырауқұлақтарымызды да 4-ке бөліп аламыз. Керекті заттарымызды турап алдық. Енді табамызды отқа қойып, қыздырып, май құйып, жуамызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Жуа қызарғасын үстінен ет пен сарымсағымызды қосып, кішкене қуырамыз. Етті де қызартып қуырғасын үстінен қызанақты қосамыз. 1-2 минуттай қуырып, үстінен саңырауқұлақтарды салып, кішкене қуырамыз. Саңырауқұлақтарды көп уақыт қуырудың қажеті жоқ. Енді үстінен картопымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер, томат қосып, үстінен қайнап тұрған суды құямыз. Сіздерге лайфхак, егер суына қайнап тұрған суды құйсаңыздар, піскенде картоптарыңыз езіліп кетпейді. Енді тамағымыздың бетін жауып, баяу отта 20-30 минут дем жегізіп аламыз. 20-30 минуттан кейін алып, ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Рецепті сақтап алып, сіздер де жасап көріңіз. Тамақпен қосып жеуге свежий салат жасадым. Тамақтың үстін зеленмен әрлеп шықтым. Сіздер қалауларыңызға көре жуа немесе тағы да басқа нәрселермен әрлесеңіздер болады. Мына жақтан лимон шай демдеп, күштілетіп тамақ ішіп алдық. Егер түсірген видео рецепттерім сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп алыңыздар. Канал өте пайдалы, сіздермен болған қаламқас ас болсын.